Сәлем канал көрермендері. Бүгінгі видеода кредитті кешіру үшін жазылатын өтініштің немесе арыздың үлгісін көрсетпекпін. Бұл үлгі негізі халыққа қызмет көрсету орталығынан беріп жатыр. Мен сіздерге көрсету үшін осылай қағаз бетіне түсірдім. Негізгі жазылатын арыз кімге бағытталу керек, қандай органға жіберу керекпіз деген сауалға жауап берейін. Ол Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне бағытталады бұл арызымыз. Одан кейін аты жөніміз, банк кредитор, борышкердің иіні, тұрғылықты жері және телефон нөмірі жазылады. Өтініш деген жерге жаңағы кредитімізді не үшін төлей алмай қалдық, қандай себептері бар, толық жазуымыз керек. Толық қысқа нұсқа деген сияқты. Одан кейін күні және қолымызды қоямыз. Осылай жаңағы өтініш сайты арқылы жібереміз арызымызды. Содан кейін 6 ай қаралады, одан кейін SMS келу керек сіздерге. Одан соң шешімнің толық нұсқасын көру үшін e-gov приложениесіне өтсеңіз болады. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып тіркеле кетіңіздер.